Қолында сағат атамыздың мына садақасынан тәбәрік болсын. Атамыздың әруағы желеп осындай елімізге қызмет қыла беріңіздер. Әруақ әлеміне руханият әлемімізде аталарымыздың өмірбаянын насихаттап жүре беріңіздер. Қызметтеріңіз осы үйресін өне беріңіздер. Ата әруақтар желеп берсін ал. Мынау ағасы шақырылған нұрғын қарындасымыз болмақ. Нұрғын қарындасымызға жаңағы шапағаны бар, сосын алтын сақинасы бар. Рахмет осы сіздерге. Анау кеше 90 жылға дейін қазақ өзінің болмысын жоғалтпағанын ұмытып едік. Рахмет, отыра беріңіздер. Сол мына 30 жылда біздерге соңғы уақытта қауи жездемді айтып жатыр ғой. Түрлі сырттан ағымның кіргені сонша, өзіміздің болмысымызды жоғалтқанын сонша, өз аталарымызға қарсы шығып кеттік. Құдай оғылар әруақ қолдасын деген атадан ежелден келе жатқан сол сөзімізді түбіне қарайтынша жағдайға жеттік. Сол уақыттың ауру рухани кеселі ғой, сол кеселдің деңгейі сонша қазір жастардан көзге әр мойындамын. Осы кеселдің емделуіне де осы кісілер еңбек қылып жатыр. Өйткені оны емдейтін әулиелердің өмірбаяны, әулиелердің ізгі іс амалдары. Осы кісілер соны насихаттап жатыр. Көп рахмет, жанұямыздан алғыс айтамыз.